Баршаңызға сәлем, менің асханама қош келіпсіз. Алдымен менің каналыма жазылып, лайк пен комментарий қалдырып кетіңіз. Бұл ерекше тағам түрі, жасалуы да оңай, момо шай деп аталады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен жылы сүтімізге тұз, сұйық май және де ашытқыны салып, жақсылап ерігенше араластырып алып, қажетінше ұнды салып, қамырымызды жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Иленген қамырымызды көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз. Осы аралықта пиязымызды, сәбіз, бұрыш, чеснок және де капуста еттерімізді, яғни салмасын ұсақтап турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей салмасының барлығын өте майда етіп турап шығыңыз. Бұл жерде майда етіп турау маңызды. Орташа отта тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін сәбіз, чеснокты салып, бұны қатты қуырып жібермеу керек, кішкене ғана қуырылса жеткілікті. Одан кейін сәбізін де солай еткізіп қуырып аламыз. Бұл жерде барлық азық-түлікті қатты қуырып жібермеңіз, кішкене қуырылса сол жеткілікті. Келесі тұз, бұрыш, зира, қажетті приправаларды өзіңіз қалауыңыз бойынша қоссаңыз да болады. Томатымызды салып, араластырып аламыз толықтай. Одан кейін туралған капустамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Капустамызды 2-3 минут қуырып болғаннан кейін тәтті бұрышымызды салып, оны да көп ұстамаймыз, 2-3 минут ұстасаңыз жеткілікті. Солай қуырып болғаннан кейін үстін толықтай жабатындай етіп, суымызды құйып, астын баяу отқа бұқтырып қоямыз 1 сағатқа. Келесі қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, сол бөліктерді бір-бірлеп жайып шығатын боламыз. Жайылып болған қамырымызды пиццаныкіндей етіп кесіп алатын боламыз. Және де сізде егерде ұзын болып кетсе, тағы бір ортасынан бөліп, осылай кесіп, дәл видеодағыдай етіп кесіп шықсаңыз болады. Өз қалауыңыз бойынша 2 қабат қойсаңыз болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп бұны парда пісіріп алатын боламыз. Манты сияқты етіп парда пісіріп аламыз. Дәл осылай еткізіп, үстінен пышақтың көмегімен немесе осындай вилка, қасықтың көмегімен осылай ортасынан басып шықсаңыз болады. Келесі листімізді, мантаварканың листін майлап алып, жабысып қалмау үшін осылай кезегімен қойып шығамыз. Тестасы 50-55 минутта пісіп шығады. Мінекей, тамағымыз дайын болды. Керемет, дәмі лағманға да келіп кетеді кішкене. Өте тойымды. Міндетті түрде сізге жасап көруге кеңес беремін. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Өте дәмі керемет болып шықты. Ас болсын.